Аудан әкімін құтты орнына қондырып болған соң аймақ басшысы номері 252 мектеп гимназияның 375 орындық қосымша оқу ғимаратының құрылысымен танысты. Аудан орталығындағы мектеп гимназия 1967 жылы салынған 2 қабатты газбен жылытылады. Ресми ақпарат көздеріне сүйенсек, Шиелі ауданының Жансейіт елді мекенінде 100 орындық жаңа мектеп ел игілігіне берілді. Аудан орталығында 200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебінің құрылысы жақын арада басталады. Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 900 орындық мектеп салынады. Шиелі ауданына жұмыс сапары кезінде облыс әкімі бастаған делегация Таң ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің егін алқабына да барды. Серіктестік Таушықыр учаскесіндегі 5000 гектар жердің 800 гектарына тамшылатып суару әдісімен жүгері еккен. Тамшылатып суару үшін 160 шақырым құбыр әкелінген. Сондай-ақ жүгеріні кептіретін қондырғыға Бестам ауылдық округінен жер табысталған. Алдағы уақытта тиісті инфрақұрылым облыстық бюджет есебінен жүргізіледі. Нысан іске қосылған соң тамшылатып суару әдісімен егілетін жүгері және басқа да дақылдарды 3000 гектарға жеткізу жоспарланып отыр. Ол кезде 50 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Биылғы 2024 жылы Қытай инвесторларымен ашылып жатқан бұл жұмыс көлемі 1000 гектардың үстінде жер ашылды. Қыстай үйренетін бұл кісілерден неміз көп екен. Бұл тамшылататын әдісте суға үлкен үнемділік болады екен. Сосын жақсы нелер, техника жақтары өте қатты дамыған, жүгері себу аппараттары, техникалары. Оның үстіне бұл жер астына құбыр төселгеннен кейін 1 метр 20 сантиметр тереңдікке көмілді.